Сәлеметсіздер ме, қадірлі достар? Бүгін біз сіздерге қазақ халқының ұлттық тағамдарын таныстырамыз. Әр тағам ғасырлар бойы қалыптасқан салт дәстүрдің, қонақжайлықтың және ұлт болмысының көрінісі. Қазақ асханасында әр жағдайға арналған өзіне тән дәмі, дайындалу себебі мен мағынасы бар ерекше тағамдар көп. Сол тағамдардың тарихына, олардың қандай жағдайда ұсынылатынына қысқаша шолу жасаймыз. Қош келдіңіздер. Бешбармақ. Қазақ халқының ең мәртебелі, ең сыйлы қонаққа берілетін басты ұлттық тағамы. Жіңішке жайылған қамыр, өкпе бауыр, қазы-қарта, жылқы мен қойдың сорпада пісірілген жұмсақ етімен бірге ұсынылады. Қонақтың дәрежесіне қарай табақ тартатын, бұл тағам қазақтың қонақжайлығын, жомарттығын және дәстүрге деген құрметін көрсетеді. Қазы. Жылқының қабырғасынан алынған қабырғалы еттен жасалатын ең бағалы, ең мәртебелі ас. Тұзбен, қара бұрышпен және табиғи дәмдеуіштермен тілінбей, өз пішінінде толтырылып, қазы-қарта тәрізді сүрге салынады. Мерекелік дастарханның көркі болып, құрметті қонаққа бірінші қойылады. Қарта. Жылқының қалың, майлы ішек бөлігінен жасалатын ерекше деликатес. Әбден тазартып, тұздалып, кептіріліп барып дайындалады. Ет қосылған табақта қазының жанынан орын алады, өйткені бұл тағамда қадірлі қонаққа арналған. Жая. Жылқының жамбасының ең таңдаулы бөлігінен жасалатын ас. Тұзға басылып, сүрленіп, ерекше хош иіс береді. Қонақ келсе, қазы мен жая міндетті түрде бірге тартылады. Сүрет. Қазақтың қысқа арнайы дайындайтын, түтінге ұсталып, бірнеше ай сақталатын ет түрі. Оның дәмі қою, хош иісті, ерекше. Сүрдің қадірі оның ұзақ сақталып, қыста да құндылығын жоғалтпайтынында. Қымыз. Бие сүтінен ашытылып жасалатын ең көне, шипалы сусын. Дене қуатын арттырып, ас қорытуын жақсартады. Қазақ халқы қымызды қонаққа ерекше ыдыс, тегенеде немесе торсықта ұсынады. Қуырдақ. Жаңа сойылған малдың жүрек бауыр, өкпе бүйрегінен дайындалатын ең дәмді асы. Пиязбен бірге қуырып, ыстық күйінде дастарханға тартылады. Бауырсақ. Қазақтың қуанышында, тойында, мерекесінде ең бірінші дастарханға қойылатын ас. Жұмсақ қамырдан жасалып, майда қызарғанша қуырылады. Хош иісті, әдемі, берекелі тағам. Сірне. Сүреттен дайындалатын хош иісті тағам. Табада баяу бұқтырылып, май мен дәмі ерекше үйлеседі. Шұбат. Түйе сүтінен жасалатын қою, дәруменге бай сусын. Қыстың суығында бойды жылытып, жаздың ыстығында шөлді қандырады. Тары көже. Тары, айран немесе қымыз қосылып жасалатын жаздың ең салқындататын ас түрі. Дене қуатын қалпына келтіреді. Ірімшік. Сүтті қайнатып, қоюлатып жасаған табиғи, таза тағам. Дәмі жұмсақ, балғын. Қазақта ірімшік қасиетті ас саналған. Ет асу. Қазақтың әрбір үйінде аса мән берілетін рәсім. Еттің дәмі тіл үйретіндей болу үшін баяу отпен ұзақ бұқтырылады. Табақ тарту үлкен өнер. Шелпек. Ата-баба рухына бағышталып пісірілетін қасиетті нан. Жұмсақ қамырдан жайылып, майға қызартылып дайындалады. Қазақта шелпек берекенің, ізгіліктің белгісі. Жент. Тары, бал, май және құрт қосылып жасалатын ежелгі тәтті. Ұнтақталған тарының хош иісі балмен араласып керемет дәм береді. Қазақтың той-томалағында жиі кездеседі. Сорпа. Еттің ең нәрлі бөлігі. Ашық түсті, қою дәмді сорпа қонақ күткенде бірінші ұсынылады, шөлді қандырып, денеге күш береді. Қымыран. Айранның қою түрі, әлдендіріп шөлді басады. Қазақтың жазда жиі ішетін құнарлы сусыны. Ми палау. Қойдың миын жұмсақ қылып әзірлейтін тағам. Бұрын құрметті қонаққа тартылған,
ерекше нәзік дәмімен танымал. Құрт. Айранды қайнатып, сүзгіден өткізіп кептірілген өте құнарлы тағам. Жолға шыққан жолаушыларға энергия беретін ежелгі ас. Уыз. Жаңа туған малдың алғашқы сүтінен жасалатын өте құнарлы тағам. Дәстүр бойынша уыз жеу, береке мен молшылықтың белгісі. Қаймақ. Қою, табиғи сүттен алынатын нәзік тағам. Шайға, бауырсаққа, нанға қосып жейді. Қазақ дастарханының сәні. Айран. Денеге жеңіл, жазда салқындататын, қыста қуат беретін табиғи сусын. Қазақтың күнделікті тағамдарының негізі. Осымен қазақтың ұлттық тағамдары туралы қысқаша таныстыруымыз аяқталды. Әрбір дәм ұлт рухының айнасы. Келесі кездескенше достар. Арнамызға жазылып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.